Түркістан қаласынан шығатын барлық күл-қоқыстар Бірлік Мөлтек ауданындағы орталық көшедегі осы бір маңайға төгілетін секілді. Себебі бұл жер қазіргі таңда жабайы полигонға айналған. Бұл жерде қоқыстардан аяқ алып жүрмек түгілі қолаңсайыз қолқан алады. Бұл маңайда орналасқан тұрғындар қазіргі таңда осындай лас ауамен тыныстауға мәжбүр. Биылғы жылы санитария мен тазалық жұмыстарына қалалық бюджеттен 2 миллиард 184 миллион ақша бөлінген. Бұрындары 100 адамның еңбегімен қаладағы қоқыстар тазаланып тұрса, қазір адам саны көбейіп, бюджет көлемі 10 есеге дейін өскен. Алайда оның бәрі оң нәтиже бермей отыр. Қала ішінде бей-берекет шашылып, заңсыз қоқыс полигонына айналған жер бұл ғана емес. Көше бойында тұрғындар шығарып тастаған тұрмыстық қалдықтар да қаланың көркін қашырады. Осындай өрескелдіктің алдын алатын жауапты мекемелер бүгінде өзекті мәселеге салғырттық танытқаны жақсы іс емес. Түркістанға қонақтар батыс Қытай, батыс Европа тасжолы арқылы қатынайтыны белгілі. Сырттан келген адам Түркістанға емес қоқыстар мекеніне тап болғандай күй кешеді. Қаладағы ең бетке ұстар көшенің сиқы қоқыспен көмілсе, оңды-солды көше бойына шашылып жатқандарға не айтасың? Оның үстіне жөнде жұмыстары жүрген асфальт маңайларында әр жерден үйінділер пайда болған. Шамасы артық деп табылған қалдықтар көшенің жағасына ретсіз тасталып, бүгінде кішігірім төмпешіктерге айналған. Оның үстіне шетелдік ғалымдардың өзі көшеде шашылып жатқан қоқыстарға бір адамның көзі бірнеше рет түсе беретін болса, жағымсыз энергия сыйлап, көңіл күйіне әсер ететіндігін дәлелдеген.